Президент үкімет мүшелерін түгел жинап алып, көрпелеріңе қарай көсіліңдер деді. Ел қазынасынан шығын шығарып, кіріс кіргізбейтін әрекеттеріне қатысты айтқаны бұл. Енді қабылданатын заңдар да әлеуметтің әлеуетін арттыруға мықтап бағытталмақ. Күні кеше президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен үкіметтің кеңейтілген отырысы өтті. Шешімін таппаған бірнеше түйткілді мәселелер талқыланды. Мемлекет басшысы қандай қиын жағдай болса да бюджет қаржысын үнемдеп тек қана аса өзекті мәселелерді шешуге ғана жұмсауды тапсырды. Қысқасы, көрпеге қарай көсіліңдер деді. Алдағы 5 жылға жаңа міндеттер жүктелді. Босаңсуға болмайды. Белді бекем буып, тек іске кірісу керек. Президент бюджет және салық кодекстерін әзірлеп, депутаттар мен сарапшылар мұқият талқылау керектігін қатаң тапсырды. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев та сессия соңына дейін жүйелі заң жобаларын әзірлеу керектігін айтты. Мемлекет басшысы берген тапсырмалар қатарында салық бюджет саясатын реформалауды көздейтін жаңа бюджет және салық кодекстері бар. Цифрлық активтердің қолдану аясын кеңейтуге арналған инфрақұрылымды құру да маңызды міндет ретінде белгіленді. Сонымен қатар міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін жетілдіру туралы заң жобасын осы сессияның соңына дейін пысықтауымыз керек. Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов депутаттарға елдің қоғамға қажетті заңдар қабылдау керектігін атап өтті. Президенттің барлық тапсырмаларының артында ең алдымен халықтың тұрмысын жақсарту мақсаты тұрғанын атап өткім келеді. Осыған орай заңнамалық шешімдердің бәрі халықпен тығыз байланыста қабылдануға тиіс. Халықтың пікірі, азаматтардың ерік қалауы мемлекет басшысының саясатының басты өзегі. Сондықтан депутаттар күнделікті жұмыста осы қағиданы ұстануымыз керек. Алға қойылған мақсат міндеттерді іске асыру үшін әр депутат, әр фракция жұмыла жұмыс істеуі қажет.